Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздермен ZHAN-Tanir KZ, және де қаймақ.kz сайты, және де оның бас демеушісі Тақи. Екінші Тақи. Және де оның бас демеушісі тіпті керемет паблигі. Достар, Тақи қаша бер. Алдында айтып өткендей, негізі микрофон істемей тұр алмыз. Сізді көрді, егер мен ойларыңызды ашып атса, видеокартаны алып тастап, салды, ойынды іртті, біріншіден, екіншіден микрофон іртті, үшіншіден Тақи үшіп кетті аяқта. Иә, солай достар. Тақи үшіп кетті. Енді көп әзілдеп қазір Тақиға кетіп қалды. Тақи не, Тақи бөле, Тақи бітті, Тақи сөйтті. Тақи аны, Тақи бітті, әйтеуір бөле. Кіллең Тақи. Ойлаймын, Тақи туралы болмайды шығар енді. Кеттік. Тақи туралы болмайды. Ол өзімізге байланысты достар. Ал қазір біздің атетик чемпионидің Ерестер қаласы деген жерге бізді шақырған, немесе аруақтар қаласы деген шақырды. Не үшін шақырды, қалай шақырды, өз басым түспей тұр. Сол үшін бара жатырмын десем де болады шығар. Ерестер қаласы негізі мифтар айту бойынша ол жақта бар дейді достар. Әрине сөздің шыны керек, ояқта ішінде де елестер бар дейді. Шын ба өтірік па білмеймін. Егер сіздер елесті көргіңіз келсе, онда мега мистер микс деген мод жазып алуларыңызға тура келеді. Ол мод кейінгі GTA-San Andreas'тың оригиналы ретінде бізге таныстырылып өтілді. Бірақ мен оның негізі оригинал екенін әлі көзім жеткен жоқ. Көрген жоқпын. Өйткені ол GTA-San Andreas'тың меніңше айтып өткендей, мен өзімдікі оригинальный, безопасный деп айтып өткендей, сондай безопасный құртады-ау. Себебі плюс 18-ге алып келеді, мысалы жүректегі заттар, оқиғалар, бір ұятсыздау кетіп қалады. Өздеріңіз білетіндей горячий кофе деген бар. Ұялмайтындар. Енді ол мега микс немесе мистер микс әйтеуір GTA-ның оригинал сол дейді. Менің ойымша ол емес сияқты. Мүмкін ол да шығару апамын. Елестер қаласы. Ешқандай елес көріп тұрған жоқпын. Осы мистер микс керек, және де қараңғылық керек. Түрлі заттар керек ондаға. Ал енді кеттік. Үлкен зенит. Carl, hope we didn't keep you waiting, home. No, I was just chilling. I bet you were. At the dossier? Hand it over. Hey, everything cool now? I don't know, Carl. Eddie? Our boy's done good. No! You snitch piece of shit! You vato asshole! You sold us out! Time to dig, Carl. You take care of things. Huh? Where are you going? To get drunk and get laid. You got a problem with that? No, Frank, relax. Good. I'll see you back at the precinct. And I'll see you in the next life, Carl. Так, не сумел. Alright, that's good. That's deep enough for two. Eddie, Tenpenny's just using you. He's using all of us. You're the next one he's gonna silence, man. Shut the fuck up, scum! And it's Officer Pulaski to you. Fucking die! Ой, ё-моё!
Достар. Құдай сақтасын деймін. Опа, Пулаский. Не саған Пулаский. Опа, достар, біз қазір еңгезерге жеріне аттық, бірақ Пулаский не үшін сатқым ретінде көрінген атсынмен. Hey, Eddie, you know Tenpenny gonna rub you out too. Carl, you got it all wrong, pal. Tenpenny was the one saving your ass. Every time I wanted to get rid of you, he'd find some excuse to keep you alive. Ай, ё-моё. Пулаский неме. Well, now it's up to me, and I ain't Опала. got the fucking soft touch. So how's your sister? I always had a thing for her. Tenpenny and I got some great shots of her and her burial boyfriend going at it like a couple of horny chihuahuas. Man, did she put out like a pro. Screw you, Pulaski. I know what you're trying to do, and you ain't gonna crawl inside my head. I ain't kidding. Бізге қазір Best thing Пуласкийді that I ever done. тоқтату керек, бірақ оған мото керек қазір, достар, мото. Carl, you should have seen your mom before she was buried. She was a real mess. Most of her face was hanging off. Don't fucking talk about my mom. The boys, you know, they fooled around with her at the scene. You know, touching her, joking around and shit. Fuck you, Pulaski. Fuck you. Так, әңгімелердің өзі қатарға су. Так, Пулаский шықты ақыры. Not feeling so fucking full of yourself now, huh? Yeah, well, them's the breaks, fuck. Any last requests? Yeah. Can I fuck your sister? You an asshole to the end. Punk motherfucker. Опала. Так, достар. Oh, kids, you look like we're going to another funeral. Қатты эмоциялар деген. You teach your children a lot of good American values, but have you taught them how to have fun? For family entertainment, head on over to the Starfish Resort and Casino in Las Venturas. You deserve this kind of fun. Water slides, shooting range, and the kids love the Giggle Dome. Plus, we've got the hottest gaming in town. Nobody offers you more gaming value, and you'll teach the kids some important life lessons about real capitalism. Dad, I lost all my money. Learn a valuable lesson. Son, it's time for your first lap dance. Yeah, guns!
Time is meaningless in the land of tomorrow. It's the Starfish Resort and Casino Hotel in Las Venturas. Mom can go all night on the one-armed bandits while the kids visit the Little Tykes pawn shop. How'd you do, Charisse? I busted myself and sold a kidney. That's my girl. Share the love with your family, the love of money, and the Starfish Resort and Casino has the best buffet in Las Venturas, featuring our world-famous bacon trough. The Starfish Resort and Casino. This kind of fun should be illegal. I don't exercise. I don't care. I paid top dollar for these incredible high-technology polyester shoes to walk around the mall and shop for more sports equipment I won't play sports in. I need to get more from life. Much more. I need to get high, really high. High on air. Oh yeah, these Air shoes really pump up. That's right. You can now buy some air. The science of sports and marketing results in a shoe that pumps. Sounds silly to you? What if we told you that Air's pump up would improve your game by 300%? But I don't have a game. You gotta have game. Be a winner. Pump up and slam dunk. Oh yeah. God, the size of your shoes. You'll shave seconds off your personal best. Oh yeah. I mean I could whack off even more times a day? Absolutely. Probably 5 times more because you'll be walking on air. You'll feel so much more athletic after pumping up your shoes. You'll automatically lose weight and feel high-tech. Керемет паблик достар. Hello? You've hung us up to dry, I know it. Rosenberg? Yeah, soon to be wearing concrete shoes in a shallow grave in the desert, Rosenberg. I'm surprised you remember. Look, I ain't forgot y'all, man. Just hang in there. Easy for you to say. This Salvatore guy might whack me at any moment. Я çıktı. ZHAN-Tanir KZ. Я монтажистские. Давай сюда.